Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі тренд болып жатқан кукис печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен салмасын дайындап алу керек. Ол үшін творожный сырға сахарный пудраны қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін қолымызды сулап аламыз. Қатты шылқытып сулаудың қажеті жоқ. Жай ғана сулап аламыз. Одан кейін жаңағы салмамызды осылай жасап шығамыз. Құрт сияқты 7 бөлікке бөліп жасаймыз. Одан кейін морозильникке 1 сағатқа жібереміз. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін сары май, қантты қосып, жақсылап осылай миксермен араластырып аламыз. Жақсылап миксермен араластырғаннан кейін 1 жұмыртқа қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұн, какао, қопсытқыш және жарты шай қасық содамызды қосып араластырамыз да жаңағы массамызға осылай бөліп отырып аз-аздан қосып миксерімізбен айналдырамыз. Арасында қолымызбен ұстап көреміз. Өйткені жаңағы ұнымыз көп мөлшерде қосылып кетпеуі керек. Соны қадағалайсыздар. Енді менде барлық 300 грамның барлығы кетті. Оннан осылай енді қолмен біріктіретін боламын. Оңай біріктіріледі. Осылай қолға жабыспайды. Енді бізге шоколад қосамыз. Мен бұл жерде Қазақстан шоколадын қосамын. Оны пышақтың көмегімен осылай турап аламын. Кубиктап, майдалап турап алуымыз керек. Енді қосып, осыны жақсылап қамырға қосып иілейміз. Ол жері менде видеоға түспей қалған. Міне қарасаңыздар, барлығы толық араластырылған, қолға жабыспайды. Осындай болу керек. Енді осыны менде 725 грамм шықты. Соны ровно 7-ге бөлесіздер. Одан кейін қолымыздың көмегімен осылай ашамыз. Үлкен көлемде болады. Енді жаңағы салмасын морозильниктен шығарып, осылай жаңағы ішіне салып біріктіреміз. Менде бұл жерде салмасы жарты сағат қана тұрған, кішкене толықтай қатпаған. Сондықтан сіздерге айтарым 1 сағаттай тұрғаны дұрыс. Толық қатып барып арасына салсаңыздар, сіздерге оңай болады. Осылай қолымыздың көмегімен ашамыз. Ішіне саламыз салмасын. Одан кейін осылай біріктіреміз. Ешқандай қиындығы жоқ, оңай біріктіріледі. Одан кейін орналастырғанда араларын ашық қылып орналастырамыз. Дайын болды. Менде 180 градуста 18-20 минутта пісіп шығады. Сонда да қарап тұрыңыздар. Әркімнің пеші әртүрлі. Одан да ерте пісуі мүмкін. Менің міне печеньеларым пісіп шықты. Өте әдемі және дәмді. Сондықтан сіздерге кеңес беремін жасап көруге. Одан кейін тағы айта кететін жайт, бұны піскеннен кейін бұл үл-пүлдек жұмсақ болып тұрады. Сондықтан сіздерге міндетті түрде суытып барып жеуге болады. Ұнаса лайк баса кетіңіз. Сау болыңыздар, рахмет.